Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Соңғы жазған постымнан кейін, түсірген видеомнан кейін біраз адамдар өздерінің комментарий пікірлерін жазып, лайкпен қолдап, каналыма жазып, арнама жазылып, сөйтіп қолдап жатсыздар. Сіздерге көп рахмет. Мен өте қуаныштымын. Бұл дегенің қазақ елі жалпы қазағымыздың өміріне деген көзқарасы бей-жай қарамайтынына өте қуанып тұрмын. Онымен өте ризамын сіздерге. Ол енді былай ғой ағайындар, мынау жаңағыдай жоғарыда болып отқан, немесе биліктегі, немесе жаңағыдай депутаттардың істеп отқан істі, басқа да жаңағыдай бай манаптардың істеп отқан нәрселері, ол жаңағыдай биікте тұрған адамдардың істері де былай қарағанда. Біз енді қарапайым халық, өзіміз өйстіп әйтеуір қолымыздан келгенше видео түсіріп, Google'ға, интернетқа, YouTube'ға салып отырмағанымыз болмаса, біздің әзірше қолымыздан келетін шығарып алғанша мәз болмай тұр. Мен мына ағайындар түсініп айтайын деген түсінгенім, мына анада мысалға бір бауырларымыз айтып жатыр, партия дейсің, сенің өзің ашқан партияңның нәтижесін қашан көреміз, соны қашан жасайсың, өзің сол партияңды бастамайсың ба енді деп айтып жатыр. Енді ағайындар, оны бәрі оңай болмай тұр, былай қарағанда. Өйткені неше түрлі кедергілер болып жатыр. Неше түрлі кедергілер, көзге көрінетін, көрінбейтін кедергілер. Мынау жалпы қазаққа сырттан жаудың керегі жоқ екен, мен сіздерге айтайын. Қазаққа сырттан жаудың керегі жоқ екен. Оның үстіне мынандай нәрсе бар айтқан. Мына Кенесары хан бабамыздың айтқан сөзі бар екен. Ақыр заман жақындағанда емес. Туысқаннан артық жау болмас деген. Сол ақыр заман жақындаған кезде туысқаннан артық жау болмас деген. Сондай әңгіме болып тұр, сондай жағдай болып тұр. Бұл жерде мен туысымды жамандайын деп тұрған жоқпын. Жалпы мына қазағымыз өзіміздің еліміз, жеріміз ғой. Қай қазақты алмасаң да бір не жездең, не жаңағындай балзың болып бір туысқаның болып шығады айтыр. Сол айтайын деген мынау қазақ бір-бірімізді көре алмауды, бір-бірімізді аяғымыздан шалуды қойымыз керек біз ағайындар. Енді оны талай рет айттық қой, енді оны айта берген мен оның жауыры шығып кетті, оны айта. Сол бар, содан кейін мынау қайтадан исламға келіп тірелеміз ағайындар. Мынау қанша мынау жерде мысалға көріп отырған ағайындар болса, ішінде атеист, жаңағындай тәңіршіл, немесе христиан қазақ бауырларымыз болса, солардың бәріне де айтам, бәрібір келетін жерің ислам, исламға келіңіздер. Алла бір, пайғамбарымыз Мұхаммед, кітабымыз Құран деп мойындаңыздар. Енді соны айтайын дегенім осы арада. Мына басынан өткен нәрселердің біреусі, мынау сиқыр деген нәрсе, сол қиын болды, бәле болды. Сиқыр, яғни колдовство. Сол сиқырдың кесірде мысалға адамның аяғынан қатты шалады. Сондай қазір біздің қоғамда да белең алып тұр, өршіп тұр ондай нәрсе. Осындай привожу тебе, помогу тебе, приворожить тебе любимого, любимой деп. Қазір неше түрлі тиктокты де, интернетті де ашсаң, соның бәрінде сондай нәрселер қаптап тұр. Енді мен өзім бұл не үшін айтып отырсаңыздар, қазір мынау өзі мынандай бір ислам мен шариғатпен жүрмеген қоғам, демократия деді. Демократия дегенмен ішінде оның неше түрлі нәрселерге рұқсат беріп жатыр. Ешкім қой демей жатыр оған. ЛГБТ, бір жыныстылық деген, соңғы жаңағындай колдовство, ширк деген. Енді кредитпен жаңағындай басқа да парақорлық, жемқорлықты айтпай қояйын. Яна тиктокты ашсаң, Амилай деген тағы да кім еді, біреусі уже жынысын ауыстырып тастап дейді, масқараны. Сондай сұмдық нәрселер болып жатыр да ағайындар. Мен Құдай бұйырса былай істейік деген ойым бар ағайындар.
Енді сіздермен бөліспесем, басқа бөлісетін жаңағында айтатын адамдарым жоқ десе де болады. Туысқандар олар өздерімен өздері, олармен араласпаймыз демейміз, араласуымыз керекпіз, істеуіміз керекпіз. Мен өзім 2 жерде жұмыста жасаймын. 3-ші жұмыста айтор, жұмыста емес, 3-ші күні демалам, сол кезде өліп ұйықтайсың шаршағаннан. Сондықтан енді жасайын деген әрекеттеріміз, жұмыстарымыз жетеді, бастан жоғары қарай, бастан асады. Бірақ жасайын десек, жаңағында кедергілер болып жатыр. Енді ол жаңағында сиқыр бар, көз деген бар, дуа деген бар, оны айта берсе әңгімесі көп. Ағайындар, қысқасы, мен сіздерге қолқалық салайын деп отырмын. Кеше осы алдындаған ұры қыздарымызға тиым салу керек деген постымнан кейін 1000 подписчикқа дейін жиналған көрінеді. Одан қалса, қаншама пікірлермен лайктарыңызды, үлпілдеріңізді басып қолдап жатыр екенсіздер. Мен өте қуаныштымын. Енді мынандай бір ұсыныс тастап, үлкен бір тәжірибе өткізгім келіп тұр. Ағайындар, мына өздеріңіз білесіздер, Меккеге, Мәдинаға барып, сол жақтан Аллахтан Қағбаның қасына барып сұраса, сол тілектер орындалады дейді. Сондықтан енді сол жаққа барып қайтсам деген ойым бар, Құдай бұйырса. Мен сіздерге осы видеомның астына өзімнің картамның номерін саламын. Ағайындар, Алла бұйырса өздеріңіз қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Осы Рамазан айында 100-200 теңгеден салып жіберсеңіздер дұрыс болатын еді. Ол ойыншық нәрсе емес, ол күлетін нәрсе емес. Біреу кекетуі мүмкін, сен соны басып алыпсың, жоқ болып кетуі мүмкін ғой деген сияқты. Жоқ ағайындар. Осы уақытқа дейін мен өзім өміріме қарап, біздің Қазақстанымыз елестейді көз алдыма. 37 жыл бойы не өзгерді, менің өзім өмірімде не өзгерді? Түк өзгермей бір орында тұрмыз. Ал Алла Тағала сол ненің бәрін айтып түсіндіріп қойғанмын. Осылай, соларды істесең, сонда жақсы болады. Енді Құдай бұйырса, алдыға қойған мақсаттарымыз үлкен, анық. Но бірінші мезетте еліміздің, жеріміздің жағдайын ойлау менің бірінші ойымда тұр. Алда видеомда да көрген шығарсыздар. Оның үстіне басқа да Алтауөкел партиясы деген өзім аккаунтым бар. Сол жерде де кіріп көрсеңіздер болады. Сондай нәрселерді жасасақ деген ойымыз бар. Мынау елімізді шариғат жолымен, сондай адал жолмен басқарып, немесе сондай жаңағыдай басқаруға көмектесетін болсақ, Құдай бұйырса, еліміз Дубайдан да, Араб Әмірліктерінен де, Сауд Арабиясынан да, Бахрейннен де, Америкадан да кем өмір сүрмейтін болады ағайындар. Осы сөзімді ескеріп, нені салам, түсінген қолдап жіберулеріңізді сұраймын ағайындар. Енді өйстіп бір әрекет қылмасақ, мынау біз сол батпақта бұл жаңағындай мұжылып, сөйтіп жүре беретін түріміз бар екен ағайындар. Мен де әрекет қылып жатырмын, тырысып жатырмын. Анау не сияқты оны? Как белка в колесе дейді ғой. Тиін недің ішінде, барабанның ішінде тұрған тиін сияқты. Жүгіріп жатырмын. Пайдасы жоқ. Енді оны әрине жаңағындай анау бұлай, мынау бұлай деп айту мүмкін. Сен бүйтпейсің ғой, сен сөйтпейсің ғой деп. Мен басымдағы бар қиыншылықтарды айтпай қояйын, айтып та керек емес. Құдай бұйырса, бұл мұсылманға берілген сынақ, бірақ біз өзімізде тырысуымыз керекпіз, бұдан уже шығуымыз керекпіз. Мемлекетімізде де шығаруға тырысуымыз керекпіз. Әр қазағым соны ескеріп, қазағымыз үшін тұратындай болуымыз керекпіз. Қазағымыз ұйымшыл, тату-тәтті болсын. Жаңа қолдауды ғана айтып тұрған жоқ, мен жалпы мына зинақорлық дегенде сондай нәрселерге жол бермеуіміз керекпіз біз деген ағайындар. Енді айтатын нәрсем біраз нәрсе бар еді. Бірақ енді қайта айта беріп деп мұжымаңыздар. Сол ағайындар, Құдай бұйырса енді мына айтып отқан сөзден енді әрекетке көшейікші ағайындар. Жасайық, істейік, болды. Мен де шаршадым, ел де шаршады. Жасаймыз, Құдай бұйырса істейміз иншалла. Алдыға қойған мақсаттарым бар, әрекеттерім бар. Өздеріңіз осы видеома қарап, өздеріңіз көресіздер, куә боласыздар. Қолдап жүрейік ағайындар. Карточкамды астына салам.